Баршаңызға сәлем. Бүгін 89 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер. Бұл сабақта көбейту мен бөлуге берілген құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді үйренеміз. Бірінші есеп. Есептеулерді орындасаң, балалардың қайсысы кітапханаға неше рет барғанын білетін боласың. Демек, біріншісін көрейік. Әлия депті. 18-ді 2-ге көбейтеміз. 36 болады. Оны мына жерге жазамыз. 36-ны 12-ге бөлсек 3 болады. Оны мына жерге жазамыз. 3-ті 20-ға көбейтсек 60. Демек, Әлия кітапханаға 60 рет барған. Дәптерге орындаймыз. Әлия 60 рет барған болса, енді Дәулет қалғанын солай жалғастырамыз. Дәулетті көреміз. Дәулет 360-ты 6-ға бөлетін болсақ 60. 60-ты 20-ға бөлсек 3, 3-ті 30-ға көбейтсек 90. Демек, Дәулет 90 рет барыпты. Ал Маратты көреміз. 360-ты 3-ке бөлеміз. Бұл 120 болады. 120-ны 60-ға бөлсек 2, 2-ні 38-ге көбейтсек 76. Демек, Марат 76 рет барыпты. Ал Әсел 280-ді 10-ға бөлеміз 28, 28-ді 2-ге бөлсек 14, 14-ді 10-ға көбейтсек 140. Әсел кітапханаға 140 рет барыпты. Екінші есеп. Теңдеуді қалай шешуге болатынын түсіндір. Оң және сол жақ бағандардағы теңдеулерді салыстыр. Олардан қандай айырмашылық пен ұқсастықты байқауға болады. Сол жақтағы теңдеуді көреміз. Бірінші бағандағы x көбейту 30 тең 210 депті. Демек, енді теңдеуді шешеміз. Теңдеуді шешу үшін x-ті табамыз. Ол үшін 210-ды 30-ға бөлеміз. X-іміз 7-ге тең. Бұл қарапайым теңдеу. Ал енді мынау күрделі теңдеу. Бұл теңдеуді бірден шешуге болама дейді. Яғни x көбейту енді 30-ды көбейткіштерге жіктеп жазылған. Бұл жерде 5 пен 6-ның көбейтіндісі түрінде жазылған. Енді бірден шешуге болама дейді. Бұны бірден шешуге болмайды. Математикада оны ықшамдау қажет деп айтады. Яғни қарапайым түрге келтіру. Оны қалай орындауға болады? Сен оған екі теңдеуді салыстыра отырып жауап бере аласың. Теңдеудің сол жағындағы көбейтіндіні табу қажеттігін түсінген шығарсың. Демек, біз мына жақшаның ішіндегі көбейтуді орындаймыз бірінші. Яғни 5-ті 6-ға көбейтіп аламыз. Сонда 30 болады. Содан кейін біз өзімізге таныс теңдеуді аламыз. Оны шешу оңай. Яғни x көбейту 30 тең 210. Осындай теңдеуді аламыз, бұны орындай аламыз. Мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулерді орындап, алдымен оларды ықшамдап алу қажет. Үшінші есеп. Теңдеулерді шешіңдер. А. X көбейту 25 пен 5-тің бөліндісі тең 350. Бұл жерде күрделі теңдеу берілген. Біз әуелі жақшаның ішіндегі амалды орындап аламыз. Сосын қарапайым теңдеу түріне келтіреміз. Демек, дәптерге жазамыз. 25-ті 5-ке бөлсек 5 болады. Демек, x көбейту 5 тең 350 түріндегі теңдеуге келді. Енді бұл қарапайым теңдеу. Бұны x-ті табу үшін біз 350-ді 5-ке бөлеміз. X-іміз 70-ке тең болады. X-тің орнына 70-ті қойып тексереміз. 70 көбейту 25 пен 5-тің бөлінісі 5-ке тең. 70-ті 5-ке көбейтсек 350 болады. Ал 350-350-ге тең. Теңдеу дұрыс орындалған. Одан кейін k қосу 120 бөлу 4 тең 150 екен. Бұл жерде мына бөлу амалын орындап аламыз. 120-ны 4-ке бөлсек 30 болады. Демек, жазамыз k қосу 30 тең 150 деп. Бұл жерде k тең деп 150-ден 30-ды азайтамыз. Бұл 120-ға тең болады. Енді онына қойып есептейміз. 120-ға қосамыз. 120 мен 4-тің бөліндісі 30 болады. 30-ды қоссақ 150 болады. Ал 150-150-ге тең. Әсін орындаймыз. 40 пен 3-тің көбейтіндісін x-қа бөлуіміз керек екен. Бұл 6-ға тең депті. Демек, жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. 40-ті 3-ке көбейтсек 120. Енді 120 бөлу x тең 6 түрінде қарапайым теңдеуге келді. Бұл жерден x-ті табатын болсақ, 120-ны 6-ға бөлеміз. Өйткені бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндіге бөлуіміз керек. Сонда 120-ны 6-ға бөлсек 20 болады. Енді орнына қойып есептейміз. 40-ті 3-ке көбейтсек 120, 120-ны 20-ға бөлсек 6 болады. 6 6-ға тең. Кейінгісі 25 пен 5-тің бөлінісін x-қа көбейтсек 450 екен. Бірінші 25-ті 5-ке бөліп аламыз. Бұл 5-ке тең болады. Енді 5 көбейту x тең 450 түрінде теңдеу пайда болды. Бұл жерден x табамыз. X табу үшін 450-ді 5-ке бөлеміз. X-іміз 90-ға тең. Орнына қойып тексереміз. 25-ті 5-ке бөлсек 5, оны 90-ға көбейтетін болсақ 450 болады. Ал 450 450-ге тең. Теңдеудің
б-сын орындаймыз. X-ті 15 пен 2-нің көбейтіндісіне бөлуіміз керек екен. Жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. 15-ті 2-ге көбейтсек 30 болады. Енді жазамыз x бөлу 30 тең 3. Осындай теңдеу пайда болды. Енді бұл жерден x-ті табу оңай. Яғни 3-ті 30-ға көбейтеміз. Бұл 90 болады. Демек x-іміз 90-ға тең. X-тің орнына 90-ды қойып тексеріп көреміз. 90 бөлу деп 15-ті 2-ге көбейтсек 30, 90-ды 30-ға бөлсек 3. Демек 3 3-ге тең. Сыны 50 менен 2-нің көбейтіндісіне көбейтуіміз керек екен. 50-ді 2-ге көбейтіп жазып аламыз. Бұл 100-ге тең болады. С көбейту 100 тең 500 болады. Демек осындай теңдеу болды. Енді бұл жерден сыны табатын болсақ 500-ді 100-ге бөлеміз. Бұл 5-ге тең. Сының орнына 5-ті қойып тексеріп көреміз. 50-ді 2-ге көбейтсек 100, ал 100-ді 5-ге көбейтсек 500. 500 500-ге тең. Төртінші есеп А. Жауаптарын сандықтан тап. Осы төртінші есептің әсінде осындай 6 мысал құрастыр деген. Демек, мән беретін болсақ, мына өрнектерді есептейтін болсақ, осылардың мәні мына сандықтағы сандарда бар екен. Мысалы, біреуін көрейік, кез келген біреуін 48 2-ге бөлсек 24 болады. Демек, 24 сандықта бар. Бірінші асын орындаймыз. 12-ні 2-ге көбейтсек 24, 600-ді 300-ге бөлсек 2, 140-ді 20-ға бөлсек 7, 12-ні 4-ге көбейтсек 48, 48-ді 2-ге бөлсек 24, 7-ні 12-ге көбейтсек 84, 350-ді 5-ге бөлсек 70, 600-ді 20-ға бөлсек 30, 48-ді 4-ге бөлсек 12. Демек, осы өрнектердің амалдардың барлығының мәні сандықта бар. Енді біз дәл осындай 6 мысал құрастырамыз. Яғни сандықта бар сандарға өрнек құрастырамыз. Мысалы, 120-ны 10-ға бөлсек 12 болады. 400-ді 200-ге бөлсек 2. 490-ды 7-ге бөлсек 70, 8-ді 12-ге бөлсек 96. 60-ды 2-ге бөлсек 30, 36-ны 3-ге бөлсек 12. Бұл мысалдардағы өрнектің мәні барлығы сандықта бар. Бесінші есеп. Сызба бойынша өрнек көр. Амалдардың орындалу ретін белгілеп, өрнектің мәнін тап. Демек, мына жерде 800-ді бірінші 9-ға бөлу керек. Оның шыққан мәнін мына жерге қоямыз. Сонда оны 5-ге көбейту керек екен. Одан кейін оны мына жерге жазып, екінші мына оң жақтағы амалды орындаймыз. Яғни 49-ға көбейтіп мына жерге жазып, бағана көбейтінді мен осы көбейтіндіні қосуымыз керек. Амалдарды орындалу реті бойынша жазып қойдым. 810-ны 9-ға бөлеміз 90 болады. Енді 90-ды 5-ге көбейтсек 450. Одан кейін 40-ты 9-ға көбейтеміз 360 болады. Енді осы 450 мен 360-ты қосамыз. Төртінші бұл 810-ға тең болады. Демек, бізде мынадай өрнек болған. 810-ны 9-ға бөліп оны 5-ге көбейттік. Оған кейін қосты 40 пен 9-дың көбейтіндісін. Орындалу ретін үстіне жазып қойдым. Осы өрнектің, демек, өрнектің мәні 810-ға тең. Алтыншы есеп. Тапсырманы орындап, оны шығар. Қабырғалары 4 см және 3 см болатын тік төртбұрышсыз. Оның периметр мен ауданын тап. Демек, дәптерге бірінші тапсырма бойынша қабырғасы 4 см және 3 см болатын тік төртбұрышсыздық. Мына қабырғасы 4 см-ге тең, ал ені міне 3 см-ге тең. Демек, жазып қойдық. Ұзындығы 4 см, ені 3 см деп, бұның периметрін және ауданын табуымыз керек. Енді периметр табу формуласын жазып қойдым және ауданды табу формуласын да жаздым. Шешуін орындаймыз. Бірінші периметрін табамыз. Ол үшін А және Б-ның орнына 4 пен 3-ті қойып есептейміз. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ні 2-ге көбейтсек 14. Демек, периметр 14 см. Ал ауданы осы ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. 4 см 3 см көбейтсек 12 см квадрат болады. Демек, жауабы тік төртбұрыштың периметрі 14 см, ауданы 12 см квадрат. Жетінші есеп. Бос орындарды толтыр. Демек, бірінші мына жерде соңғы бірлігі белгісіз, бірақ мына кейінгі сан 9-ға тең болып тұр. Ендеше біз бұл жерге мына ондығы бар сан жазу, 5-ке санды қосқанда ондық сан шығу керек. 2 таңбалы сан шығу үшін біз бұл жерге 5-ті жазамыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10 болады, 0 түсіп 1 ойда. 6-ға 2-ні қоссақ 8, ойдағы мен 9 болады. 3-ке 3-ті қоссақ 6. Осылайша жалғастырамыз. Демек, біріншісін орындадық. Бұл 690-ға тең. Мен бос торкөздерді орнына жазған сандарды қызыл сиямен жазып қойдым. Енді 500-ден 96-ны азайтуымыз керек екен. Бұл 0-ден 6-ны азайтып болмайды. Сондықтан біз 5-тен
бір қарыз әпереміз 100-діктен. Бұл жерде 4 жүздік қалды. Мынаған әпереміз. Бұл бір 100-дікті әперсек, бұл жерде 10 ондық болды. Енді 10 ондықтан мына жаққа бір қарыз әпереміз. Сонда мына жерде 9 қалады. Ал мына жерде 10 болды. 10-нан 6-ны азайтсақ 4, 9-дан 9-ды азайтсақ 0, 4-тен 1-ді азайтсақ 3 болады. Ендеше мына жерге 1 жазамыз 3 болуы үшін. Демек 500-ден 196-ны азайтсақ 304. Кейінгісінде дәл солай орындаймыз. Бұл жерде 6-ға қандай санды қоссақ 0 шығады. Соны анықтауымыз керек. Демек 4-ті қоссақ 0-мен аяқталатын сан шығады. Сонда бұл жерге 4 жазамыз. 4-ке 6-ны қоссақ 10 болады, 0-і түсіп. 1 ойда болады. 5-ке 7-ні қоссақ 12, ойдағымен 13, 1 ойда болады. Демек, мына жердің барлығына 1 жазып қоямыз. Ендеше, жауабы 630-ға тең болды. Одан кейінгісі 1000-нан 699-ды азайту үшін біз 1000-дықтан қарыз әпереміз. Мынауымыз 100-дік болады. Мынауымыз одан 100-діктен әпереміз. Сонда мына жерде 10 ондық болады. Ал мынау енді 10 ондықтан мынаған бір қарыз әпереміз. Бұл 10 бірлік болады. Мынау 9 ондық қалады. Енді 10-нан 9 азайтсақ 1, 9-дан 9 азайтсақ 0, 9-дан 6-ны азайтсақ 3 болады. Демек, жауабы 301-ге тең. Осымен бүгінгі 89-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.